Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрзина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін грузин асханасының чахахпили деп аталатын тағамын дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың құрамын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Арнама тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 қызанақты алып, үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін суын төгіп тастаймыз және қызанақтарымызды осылай тілікшелерге бөліп, сыртындағы қабығын алып тастаймыз. Қабығын алып тастағаннан кейін қызанақтарымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Осымен қызанағымыз дайын, ал ендігі кезекте 1 келі тауық етін алып осылай ірі бөлшектерге бөліп турап шығамыз. Пиязымыз бен бұрышымызды да ірілеу етіп тураймыз. Ал сарымсақ пен аскөкті майдалап турап аламыз. Ал енді табамызға май құйып, жақсылап қызғаннан кейін тауықтарымызды салып шығамыз. Тауығымыздың бір бетін қызарғанша қуырып аламыз, газдың астын қатты етіп қоямыз. Бірінші беті қуырылғаннан кейін келесі бетінде дәл солай қуырып аламыз. Тауықтарымыз жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен пиязымызды салып, оны да 2-3 минут қуырамыз. Ал енді сарымсақты салып, тағы да кішкене қуырамыз. Тауығымыздың үстінен 1 шай қасық толы тұз, жарты шай қасық кориандр және қасықтың ұшымен ұнтақталған чили ащы бұрышын қосамыз. Дәміне қарай аздап қара бұрыш себелейміз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Ал енді үстінен бұрыштарымызды салып 1-2 минут қуырамыз. Ал енді қызанақ пен аскөгімізді салып, суы шыққанша қуырамыз. Қызанағымыздың осылай суы шығып қуырылғаннан кейін үстіне жарты кесе су құйып, оттың астын баяулатып, бетін жауып, баяу отта 25 минут бұқтырамыз. 25 минут уақыт өткеннен кейін қазанның бетін ашып қараймыз. Тамағымыз дайын болып пісіп тұр. Кез келген гарнирмен ұсына берсеңіз болады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің тауық етіміз көкөністермен бірге осылай керемет болып қуырылып пісіп шықты. Мен гарнирге күріш пісірдім. Осындай керемет болып шашылып, езілмей пісетін күріштің жасалу жолы менің каналымда бар. Ссылкасын төменде описание бөлімінде қалдыратын боламын. Тағамымыздың дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте жылдам дайындалады. Егер менің рецептерім сіздерге пайдалы болған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрзина.